Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, мына фундаментке өрілген кірпішті көрсеңіздер, өзім дегенде өгіз қарапішім бар деген каменщиктің салып жатқан кірпіштер бір сызықтың бойында. Қазір біткен қабырғалардың түзулігін көрсетемін. Қазірге лай жайып болып жатыр. Ортада перегородкалар өріп жатыр. Бір кірпіш болады перегородкалар. Сыртқы қатары 1,5 38 см, іші 25 см. Кірпіштің байланысы үшін мынадай біреуін кем болып қойып кетеді. Біреу алдырақ, біреу артқа қарай тұрып, солай байланысады. Қазір келесі кірпішті қойған кезде түсінікті болады. Үстінен де түсіріп көрсетемін. Кірпіш жүрсеңіздер бірінің үстіне екеуін қатар қойып кетуге болмайды. Сол себепті қазір ар жағына кірпіш қояды. Мінекей, көріңіздер. Байланыс деген осындай болады. Алдыңғы видеоларда бұрыш шығарғанын көрсеткен едім. 5 этаж, 9 этаж облицовочный кірпіш дом өріп жүрген жігіт. Мінекей, осылай байланысу керек. Заңдылығы осылай. Лай жайып болғаннан кейін. Біреу алдыға, біреу сәл артқа жил керіп қойған. Сонан кейін колонналардың қалай шыққанын бәрін көрсетем. Көріп бағасын беріңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазыңыздар, қалай дұрыс, қалай бұрыс, дұрыс бекен, дұрыс емес бекен бұл жігіттің салып жатқаны. Біздің өзіміздің ойымызша дұрыс енді. 5 этаж, 9 этаж домды өріп жүрген адаммен таласа алмаймыз. Таласатын кісілер себеп салдарымен толығырақ жазып отырыңыздар. Түзулігі. Мына жерге қалай болып қалды? Мына жерге 2 жарты түсейін деп тұр. 2 жартыдан үлкен. Біреу түседі. Анан кейінгісі тағы байланыс үшін. Кірпіштің жартысын басып отыру керек екен ғой. Мастереу қандай десе, кірпішті бұрып сындыра бересіздер ғой. Мастереуді бір көрсетемін. Ертең бағана ұмытып кетіппін. Видео жазып отқан кезде. Мастереу қалың темірден істелінген. Мінекей бұрыштың түзулігі. Осылай болады. Есіктің несі ғой? Откос өріп жатқаны. Бөлмелерді бөліп жатыр. Мінекей кірпіштің түзулігі қабырғаны. Мына жерге откостарға уровень қойып тексергенде осылай шығады, нөлі. Мінекей нөл шығып тұр. Мына жағы қарап жіберіңізде уровеньді осылай қойып, оған жил керіп шығара береді. Терезенің, есіктің осындай откостарын шығарғанда уровень шығады. Мінекей түзулігі қабырғаны. Қайдан шетіне қарап тұрсаңыздар, қабырға қисық түзулік бірден көрінеді. Мынау енді колоннаға келетін болсақ, колонна. Мінекей қабырғаның түзулігі. Осылай жиектен атасыздар. Су құйып алған бөшкелерге. Терезенің асты әзірге кірпіш кіргізу үшін өрмей қойған. Кейіннен кірпіш кіріп өріп болғаннан кейін кіргізе беруге болады. Мына қабырғаның түзулігін қарап жіберіңіздер. Бұрыштағы қыры шығып тұр. Осылайынан қарап түзулігін. Соғыстаңыздар бір бригадаларға мүмкін тексеру үшін осылайынан тексере бересіздер. Бір сызықтың бойында жатыр кірпіштері. 5 этаж, 9 этаж дом өріп жүргенде мынадай. Бір этаждық үйлер түзу шығару қиын емес шығар бұл жігітке. Мінекей, осылайынан қарайсыздар шетінен. Осы төменнен сосын жоғары қарай қарасаңыздар да бір сызықтың бойында түзу ме, түзу емес, ол да көрініп тұр. Мінекей. Мына кейін мына жағын қарап аласыздар бір түзулігін. Мына бұрыштан төменнен жоғары қарайсыздар, қиғаштап қарайсыздар, түзуіне қарайсыздар. Сосын колоннаны апалып құрмайтын қылып ортада қалдырып кетті. Мына жерде саз кіргізу үшін тағы бір терезенің астын өрмей кеткен. Кейін болғаннан кейін өре салады. Мына жерде саз бар. Раствор өруге арналған. Сол сазды кіргізу үшін трап қойып, ташкімен таси береді. Терезенің перемешкелерін қалдырып қойған. Өріп болғаннан кейін құйылады. Мына бұрыштан қарасаңыздар да осылайынан қиғаштап қарайсыздар, онан түзулігін қарайсыздар.
осылай бұрыштан бір көздерін қысып тұрып атасыздар. Түзеліп тексерем десеңіздер. Өткенде бір жігіт канализацияның трубасы қаяқта деп жазып жіберіпті. Сол мінекей канализацияның трубасы, алып көрсетейін кірпішін. Ар жақ қасында судың трубасы. Колонналар осылайдан қала береді. Мына бөлмелер бөліп қойған. Кейін өрле береді жайменен, асықпай. Мінекей колонна. Тағы эскаватордың лайын жайып жатыр екен мына жерде. Bir kөлденең, bir қатар ұзыннан, bir қатар көлденең, bir қатар ұзыннан. Мына жерде колонна қабырға жауып кетеді, жан-жағын апалып құрып әуре болмайсыз. Ішінде қалып кетеді. Бұның пайдасы көп, көгермейді. Үйдің бұрыштары көгеріп тұрады ғой, бетон құйсаңыз. Сол үшін де сыртын кірпішпен өріп, ішін кірпішпен өріп. Мінекей мына бұрыш кеңдеп ашылып қалыпты. Түзеулігіне кейбір жер түзу, кейбір жер түзу емес. Өребенге салған кезде сәл ашық қалған жерлерге былайдан ағаш тұрғызып қоясыздар да. Бірдеңемен тіреп қойсаңыздар. Мына жерден ұзын ағаш қойып тіреп қойсаңыздар, бетон ағып кетпеу үшін құя бересіздер сосын бетонды. Апалып құрмайсыз. Бұрын 4 бұрышына, 3 бұрышына апалып құрып әуре болатын едік қой. Қазір осылайдан кірпіштің ішіне салып жіберген дұрыс болып тұр. Ертең сейсмопоезда да солайынан сыртына 12 см кірпіш өріліп кетеді. Сол кезде көгермейді мінекей колонна. Мына жерге кірпіш өріледі ертең былайынан. 25 см колонна жетеді любой үйге. Мінекей. Апалып құрып әуре болмайсың, ар жағынан бетоныңды құя бересің, шелекпен. Іші толады, жан-жағында кірпіште еще арматура бар. Жоғарыда сейсмопоезға байланады ол. Солайынан. Мына кірпіш өріледі. Қабырға бөлінеді ғой. Мына жақта. Мінекей. Мынадай 3 жақты қабырға түскен жерлерде мына бетіне апалып құра салу керек. Сөйтіп құя бересің. Мінекей қойып көрсетейін деп. Мына жерге апалып құра саласыздар. Тегіс тақтай бірден тірей салсаңыздар. Кетпейді. 3 жерден тіреу жіберсеңіздер, жетіп жатыр. Ана бір колонна бар. Олында 3 жағын, 4 жағында жауып кетеді. Міне. Келесі бір колонна, бұрышына да кірпіш қоймайсың. Тек осылайынан құя бересің. Тағы да басқа сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза отырыңыздар. 4 жағынан қабырға келетін болса, мынадайынан 4 жақтан қабырға келеді, 25 см колонна түседі. Ол үйдің әрбір толқып кетпеуіне. Бірақ негізі, Құдай сақтасын, землетрясение болып жатса, көп көмегі болады бұлардың. Колоннаның, соны үшін колонна қалдырады. 4 жақтан кірпіш өрілгенде апалып құрмайсың ортадағы. Тек төбесінен бетоныңды құя берсең болады. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Алдағы уақытта түсінбей жатқан жерлеріңіз болса жаза отырыңыздар.